цивилизация, анасы сүймеген кемпір. Негізі ол киноларды көргенсіз бе? Расын айтайын, көрмедім. Атнаш екенбіз. Сіздің атыңызды алаңыздар ма? Я, менікі Құдай назар. Бүгінгі күнде актер жастардың ұстазы, доцент Базарбай Назарымбетов. Темір тәртіп, темір інтизам болу керек деп. Расын айта берейін бе? Айта берін. Вайнер ме, неуі дейді, анау дейді. Бүгінгі күнде Қарақалпақстанда актерлар мектебі қалыптасқан бе? Басқа кәсіп, басқа жаққа кету керек олар. Өмірі құрып өтіп кетеді. Актер болу үшін емес, бәлкім сол диплом үшін оқып отырғандар да бар. Дауысы бар адамдар қосық айтатын ғой, қазір аузы бар адам бәрі қосық айтып кетті. Тек қана кино әлемінде емес, бәлкім эстрада жөнелісінде халқымыздың көзіне түскен жұлдыздық кеселіне ұшырамақта. Жұлдызға елі космонавтлар ұшып жетіп бара алмаған ғой, жұлдызға жету қиын. Сен бір қосық, екі қосық айтып, уже жұлдыз болып кетеді. Құрттай дауысың болса, бұл соны бір компьютерге салса, мынандай шығарып береді екен ғой. Кейіннен олардың маған атақ бермейме дегенін не хайран қаласың ғой. Соны танымайсыз ба? Сондай қос үшін танымайсыз ба? Қанықтыра ма бүгінгі күнде Қарақалпақ кино актерларына деген беріліп отырған гонорар? Ұлумаяқ, ұлума. Ешек 500 мың алады сағатына, адам 25 мыңатта актер. Енді салыстырым ешекпенен актерді. Менен қайыр артық ол Ташкент актерларын. Олардың ойнаған рөлін менің қолымнан келеді ойнау.